Достар, бүгінгі видеода карантинде іштеріңіз пысса, не істеулеріңізді айтамын. Сіздерге қызық болса, кеттік. Ең бірінші, іштеріңіз пысса, кітап оқыңыздар. Екінші, бөлмелеріңізді тазартыңыздар. Үшінші, аналарыңызға көмектесіңіздер. Төртінші, өздеріңізге ұнайтын өте керемет өздеріңіздің заттарыңызды жинап жүріңіздер. Интернеттен түрлі фильмдер қараңыздар. Және де сурет салыңыздар. Келесі далада ойнап жүріңіздер, бірақ далаға шықпаңыздар, үйде де ойнауға болады. Мінекей, мен сіздерге карантинде не істеуге болатынын сіздерге айттым. Видео қызық болса, лайк басып, комментарий жазып, менің арнама тіркеліңіздер. Сонда мені бір кнопка арқылы қуанта аласыздар. Қош сау болыңыздар.